Қазір 10 әйел жүкті болса, соның 5-і осы токсикозбен қиналады. Токсикоз болмау үшін жалпы не істеу керек? Токсикоз бізде асқазан, яғни ас қорыту жолдары дұрыс болмағандықтан. Ас қорыту, егер өтіңіз ісіп тұр, ұйқыңыз безіңіз дұрыс істемей тұр десе, онда гепатопротекторлар ішулеріңіз керек еді. 2 капсуладан күніне 3 реттен ішуіңізге болады. Әлсіздік, тамақ іше алмау, тамаққа деген тәбетіңіздің болмауы, қашу болатын болса, онда сіз торсам гинекологыңызға барып, гепатопротектордың минималды дозасын алып ішуіңізге болады. Бұл сіздің денсаулығыңызға жақсы көмектеседі. Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен токсикоз. Не үшін? Потому что қазір 10 әйел жүкті болса, соның 5-і осы токсикозбен қиналады. Қалай не істеу керек? Токсикоз болмау үшін жалпы не істеу керек? Сізге осы сұрақтың толық жауабын білгіңіз келсе, маған лайк басып, подписаться етіп, инстаграмға тіркеліңіз. Себебі қалып кеткен тақырыптың бәрі инстаграмда, сторизде айтылатын болады. Ендеше, біріншіден токсикоз бізде асқазан, яғни ас қорыту жолдары дұрыс болмағандықтан. Ас қорытуға не кіреді? Асқазан кіреді, бауыр кіреді, өт кіреді, ұйқы безіңіз кіреді, ішек жолдарыңыз кіреді. Осы 5 ағзаның біреуі немесе бірнешеуі дұрыс болмаса, сізде токсикоз болады. Қалыптыда токсикоз жүре ме? Қалыптыда, яғни сіздің денсаулығыңыз сау болса, ешқандай жеріңіз ауырмайды. Сіз спокойно жүресіз, ештеңе білмейсіз, жүктілік екенін сезбейсіз. Ал дұрыс емес, значит, осы нәрселер болады. Сондықтан жүктілікті баста жоспарлаған кезде біз комплексіне УЗИ түсу керекпіз. Бізде УЗИ комплекс деген бар. Полный аш қарынға барып, осы асқазан жолдарыңыздың бәрін түсіруіңіз керек. Ас қорыту жолыңыздың бәрін түсіріп, сол жерде қайсысы дұрыс емес, соған байланысты емдеу. Егер өтіңіз ісіп тұр, ұйқыңыз безіңіз дұрыс істемей тұр десе, онда гепатопротекторлар ішулеріңіз керек еді. Ал енді уже поздно, уже көтеріп қойдыңыз, не істеуге болады? Расторопша деген шөп бар бізде, сол расторопша шөбін қайнатып шай ретінде ішулеріңізге болады, кішкене токсикозды басуың үшін. Сонымен қатар арнайы хафитол деген капсула бар, 2 капсуладан күніне 3 реттен ішуіңізге болады, тамаққа дейін 30 минут бұрын. Бұл токсикозыңызды басу үшін. Бір күнде максималды бізде протокол бойынша 10 ретке дейін құсу, бұл қалыпты, өкінішке орай. Дегенмен мен олай айта алмаймын. Уже сізде 4-5 реттен құсу ары қарай көбейіп жатса, лучше гинекологыңызға барып етірек ем алғаныңыз дұрыс. Ал әлсіздік, тамақ іше алмау, тамаққа деген тәбетіңіздің болмауы, қашу болатын болса, онда сіз торсам гинекологыңызға барып, гепатопротектордың минималды дозасын алып ішуіңізге болады. Бұл сіздің денсаулығыңызға жақсы көмектеседі. Яғни мен жүктімін, ештеңе ішпеймін, ештеңе ішуге болмайды деген нәрсе жоқ. Міндетті түрде сізге ішуге болады. Арнайы жүктілік анаған кез келген дәрілер бар екенін ұмытып кетпеңіз. Ал енді токсикоз қашан тоқтайды? Бұл бізде когда плацента, яғни баланың жолдасы қашан дамып бітеді, сол кезде тоқтайды. Себебі бұл прогестеронның әсерінен де пайда болуы мүмкін. Яғни қалыпты жағдайда да. Сондықтан 16 аптаға дейін өкінішке орай шыдау керек. Мейлі сіз миллион дәрі ішіңіз, все равно токсикоз сізде басылмауы мүмкін, егер сізде плацента түзіліп бітпесе. Үй жағдайында басу үшін сонымен қатар боржоми сусынын ішулеріңізге болады. Үй жағдайында басу үшін можно алманы қырып жеуге, сәбізді қырып немесе жаңағыдай согын алып ішуіңізге болады. Кисломолочный тағамдар көбірек ішуіңіз керек болады. И одан бөлек рени алып соруларыңызға болады. Бұл уақытша токсикозды басу үшін. Оны 100% емдеу мүмкін емес, және қиын. Даже асқынған түрі. Егер де оннан көбірек құсатын болсаңыз, өкінішке орай сіздерге өзі прерывание болады. Яғни прерывать ету керек болады. Баланы алдыртуыңыз керек болады. Сондықтан сол дәрежеге жетпей, міндетті түрде алдын ала ем алу керек. Ал уже көтеріп қойсаңыз, сізге болатын дәрі-дәрмекті гинекологпен ақылдаса отырып ішкеніңіз дұрысырақ. Ақпарат түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбегендеріңіз дайректке жазсаңыздар болады. Яғни сторизге салған күні. Себебі сол жерге біз сторизге салып отыратын боламыз. Не проблема? Жалпы жүктілікке байланысты да. Немесе арнайы бізде осы үшін қосақтағы бақыт деген курсымыз бар, соған қатысуларыңызға болады. Сізде толық ақпараттарды білулеріңіз үшін. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған доктор Сейтжаппаровна.